Теңіз-Шевройл компаниясында қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін, сонымен қатар активтегі мен қоршаған ортаны қорғау басты артықшылық болып саналады. Әлемдегі ең терең алып мұнай кеніштерінің бірін пайдалануға келсек, ТШО мен оның қызметкерлері қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сансыз құралдар мен үдерістерге сүйенеді. Алаулар солардың бірі болып табылады. Алау дүние жүзінде мұнай және газ өңдеумен айналысатын нысандарға қолданылатын басты қорғаныс құралы. Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу секілді жоспарлы жұмыстарды қауіпсіз орындау газды алауда жағуды қажет етеді. Артық газдың жинақталуы секілді жоспарланбаған оқиғалар қазандықтар мен құбырлардағы қысымның шектен тыс артуына себепші болады. Бақыланбалы газ шығарындысы жабдықты қалыпты және қауіпсіз пайдалану күйіне келтіру үшін қажет. Осы жинақталған газ алауда жанбаса, денсаулық пен қоршаған ортаға елеулі әсерін тигізуі мүмкін. Зауыт жабдығы қалыпты қуатында жұмыс жасаған жағдайда болмашы жалынды байқауға болады. Табиғи газды жағудан болатын бұл жалын қандай да болмасын технологиялық газ шығарындысы кезінде алауды пайдалануға дайын ұстап, адамдар мен қоршаған ортаны қорғау үшін қажет. Бұл алаулар Қазақстан Республикасы және халықаралық стандарттарға сәйкес жасалып пайдаланылуда. ТШО зауыттың сенімділігін арттыру және қоршаған ортаға әсерін азайту үшін айтарлықтай инвестиция бөлді. Бөлінген қаражат 2000 жылдан бері алауда газды жағудың жалпы көлемін азайтуға жеткізді. ТШО Қазақстанда ең қауіпсіз, сенімді, әрі өнімді мұнай және газ өндірушісі ретінде жұмысын жалғастыруда.